Менің арманыма қол жеткізу үшін Алла қаласа көп уақыт керек емес деп ойлаймын. Бір 3-4 жылда армандарым орындалады деп ойлаймын. Енді осы уақытқа дейін арманым орындалуына ілімсіздік, осы жолға түсіп, адасқаным сол армандарыма қол жетуге кедергі болды. Әрине, армандай келе өмірімді үлкен қауіпке төндірдім. Бірақ қателігімді түсініп, тәубе еттім. Жоқ, қалған жоқ, онда көріп атқан жоқпын, себебі балдарым кішкентай болды ол жақта. Ондай нәрселер естерінде қалған жоқ, және үрейде ондай байқап атқан жоқпын. Ана бақыты деген ол балдарының денсаулығы, балдарының ауырмай қасында ойнап күліп жүргендері, қарындары тоқ болып. Енді айырмашылығы үлкен, себебі ол жақта көп қиыншылықтар көрдік. Енді Атырау мен Сирияны салыстыратын болсам, енді айырмашылығы жер мен көктей деп айтуға болады, себебі ол жақтағы нәрселерді есіме түсіргім келмейді қазір. Жоқ, өкінбеймін. Болашаққа деген мақсатым өте көп. Соның ішінде жақында шаштараз мамандығын оқып бітірдім, және де сол мамандықпен жұмыс істеп жатырмын. Алға қарай өзімнің кәсібімді ашып, алға қарай сол жақсы мастер болғым келеді. Жергілікті тұрғындарға айтар кеңесім, әсіресе осы дін жолында жүрген бауырларыма айтарым, ең бірінші ілім алыңыздар деп айтқым келеді. Ілім алып, ата-аналарыңызды ренжітпей, осы қоғамнан алшақтамай, зайырлы мемлекетте өмір сүріңіздер деп айтқым келеді.